Şimdi жасап жатырсыз. Бұл мен істейді. Қызым келіп отыра ғой, саған айтып келейін. Бұл диірмен деген зат. Бұл қол диірмен деп аталады. Бұл атадан келе жатқан үй құралдарының бірі. Ата әжелеріміз күнкөріс үшін пайдаланған. Қол диірмені екі қыша тастан жасалған. Өте ауыр. Қызым, екеуміз қарны үгітіп, анаңа берейік. Анаң бізге тәттілер жасап берсін. Дайды. Талқан шығардық. Осыны анаңа беріп, бізге тәттілер істеп берсін. Жинап бере бұл. Қызым, сүт бересің ба? Жарайды, жаным, сүт берем саған. Әкең екеуің жасадыңдар ма? Анасы. Қандай керемет, қолдарың қандай алтын сендердің. Жарайсың қызым, жарығым сол. Қазір сендерге тәтті джем жасап берем, жарай ма? Джемді екеуміз жасаймыз ба? Жарығым сол. Кел алып отыра. Қызым, жаңағы мына сендердің талқандарың, әкең екеуің дайындаған, иә? Мен осыған қантты салып дайындап қойдым. Екеуміз джем жасайық, жарай ма? Ыдысқа саламыз. Жарайды. Ертіп қойдым. Мен жем жасағаным жақсы көрем. Ой, ботақаным сол. Қандай иіс керемет. Жаным сол. Саған ұнаса мен күнде пісіріп беруге дайынмын қызым.